Сәлем, қымбатты, объективті, оң мен солды ажыратып білетін саналы көрермендер. Сіздермен әдеттегідей жақсы болады арнасы. Сен партиясын ашам деп әлеуметтік желілерді дүрліктірген Ахметбек Нұрсиланы ұстап алды деген хабар шықты. Ахметбек мырза үшін уайымдап сеніп жатқандар да бар, хайп үшін жасалды деп сенбейтіндер де бар. Не деймін, Ахметбек мырза бостандықта, ешкім оны ұстап алған да жоқ. Халықты не үшін алдағанын түсіндіріп берем. Қазақстанның саяси аренасына жаңадан кіріп жатқан Ахметбек Нұрсиланың бұл әрекеті хайп үшін жасалды. Және оны жасауға үш себебі бар. Қандай? Бір-екі күн бұрын оппозиция өкілдері тікелей эфирде онлайн дебатқа шықты. Біріншіден, ұлттық пікірсайыс федерациясының президенті ретінде тауықша айқай шуды дебат деп атамай қоюларыңызды сұрайды. 1 грамм дебат болған жоқ Ахметбек Нұрсила мен Тұрғынбай Ержанның арасында. Сен клоунсың, сен козел провокаторсың деумен 1,5 сағат тікелей эфирдің уақыты өтіп те кетті. Жалпы Қазақстандағы саяси пікірсайыстың жағдайын естеріңізге салмасам да түсінікті. Ақын, жырау, жыршы аталарымыздың шешендік өнері мен билеріміздің тұшымды да ауыр ойларына обал болды. Екіншіден, сол тікелей эфирдің барысында Ахметбек Нұрсила мырза бірақ абыройын түсіріп алды. Біріншіден, конструктивті дебатқа дайын болмағаны үшін, екіншіден, мына әрекет үшін. Италияда да отыр бір шегіртке, Италияда да отыр бір козел провокатор. Еріңдер менің соңымнан, менің соңымнан еріңдер, Халықтың сөзін сөйлеймін деп, депутат боламын деп отырған адамның түрі осы ма? Бұл сұрақ мені ғана емес, желдегі барлық адамдарды мазалайды. Бұл қысқаша айтқанда позор беделін түсіріп алғандықтан өзін қайта тірілту үшін, реабилитациялау үшін бір дүние ойлап табу керек болды. Екіншіден, халықтың басым бөлігі Ахметбек Нұрсиланы Қосановтың сыңары Қосанов 2 деп мөр басып тастады. Бұл репутацияны өзгерту үшін, сақтап қалу үшін, бастысы халықтың арасында оппозиционер деген атақты иемдену үшін отырып шығу керек болды. Ұсталып қалған адамның рөлін ойнап, халыққа жақын болу табылған ақыл. Үшіншіден, бүгін Ахметбек мырза YouTube арнасына жаңа выпуск шығарды. Халықты тексергім келіп еді, әдейі істедім деп Назарбаевқа жолдау жасап, құқық қорғау органдарын қорқытып, мені ұстасаңдар көшеге 1 миллион адам шығады дейді. Көрелік, уақыт көрсетер, шынымен де 100 адам шыға ма, немесе 1 миллион адам шыға ма? Мен халыққа сене алам ба? Осы тексеріп көрейін дедім. Сенуге болады екен. Әзірге осы достар, каналға жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Бұл видеоны саясаттан хабары бар достарыңа жібер. Анау-мынау әңгімеге сене бермейік, сонда ғана бәрі жақсы болады. Рахмет.